Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру басталғанға дейін немесе жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдауларды өткізу міндетті болып табылады. Бүгін ашылуына үстемдік өткізіп отырған қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ерсай кәсіппен контракттық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі теңіз терминалының акваториясында және кіру каналында түбін тереңдету жұмыстары жұмыс жобасы аясында әсерленген рұқсат алу материалдарын талқылау болып табылады. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Ерсай кәсіппен контракттық экологиялық жобаны жасақтаушы мекеме проектировщик деп айтады. Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Өзімді таныстырып өтейін, мен Әлішер Айтбаев Қоныс Босының қорғау лайықтың орынбасары деген тақырыбым. Сонымен қатар бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасының және хатшы ретінде Таналина Елена Владимировнаның кандидатурасын ұсынамын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсылық болмаса. Рахмет. Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 3 тамыз 2021 жылғы номер 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдаулар үстіру қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппарат өкілдерінің төрағалық етуімен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган өздері отырған қызметтің бастамашысының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі делінген. Қоғамдық тыңдау мемлекеттік тілде өткізіледі. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы қалушы. Қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқталып өтсек, баяндамашы сөз сөйлеуге 15 минут уақыт бердік. Баяндамашы таныстырылым мен баяндаманы талқылау қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертпелерінің ұсыныстарына 20 минут уақыт береді. Содан соң қоғамдық тыңдаудың қорытындысын шығаруға 5 минут. Қоғамдық тыңдауда ашық деп жарияланды. Сөз кезегі экология жобалар жастықтаушы Қазақстан қолданбалы экология агенттігі жауапкершілігі серіктестігінің өкілі Алмаханов Асқар болды. Таныстырылым толығымен біткеннен кейін туындаған сұрақтарына жауап берілетін болады. Ұсыныстарыңызды тыңдаймыз. Құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қош келдіңдер деймін. Яғни сіздердің алдарыңызда бүгін Ерсай кәсіппен контракттық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің теңіз терминалының акваториясы мен кіру каналындағы түбін тереңдету жұмыстарының қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша таныстырылымды ұсынып отырмыз. Яғни бірінші жоба туралы жалпы ақпаратты айтып кетсек, жұмыстар Каспий теңізінің акваториясындағы Александр Бекович Черкасский шығанағында жүзеге асырылады. Ерсай теңіз терминалы Құрық ауылынан 6 шақырым қашықтықта орналасқан. Жобаны әзірлеу себебі Каспийдің тайыздануы. Түбін тереңдету Балтық биіктігі жүйесінде түбінің абсолюттік белгісі -34-32 метрге дейін және теңіздің есептік деңгейі -29-дан қабылданған кезде абсолюттік белгісі -25-82 метрге дейін жүргізіледі. Жұмыс мерзімі яғни 2025 жылғы желтоқсаннан бастап 2027 жылғы сәуір айына дейін. Яғни жалпы жұмыстың жүргізілетін мерзімі 16 айды құрайды. Жұмысшылар саны, яғни бастапқы кезде 81-ге дейін адам жұмысқа алынады, одан кейінгі кезеңді жұмыстар кезеңінде 103-ге дейін адам саны көбейеді. Жұмысшылар Ерсай теңіз терминалының немесе мердігердің аумағында тұратын болады. Техникалық экономикалық көрсеткіштер түбін тереңдетудің жалпы ауданы 61 гектар, порт акваториясында 31 гектар, кіру каналында 29 гектар. Суға қаныққан топырақ көлемі, яғни 6.964.640 метр куб, су көлемі 5.571 метр кубты құрайды. Гидроүйінділер ауданы, яғни 40 гектарды құрайды. Гидроүйінділер көлемі 1.666.111 құрайды. Экологиялық бағалауды жүргізу тәртібі. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес, яғни 2-ші қосымшасының 5-2 тармағы, теңіз порттары 2-ші санатқа жатқызылады. Экологиялық бағалау кезеңдері көзделіп отырған қызмет туралы өтінішті әзірлеу, қоршаған ортаны қорғау бөлігін әзірлеу,
Яғни көзделіп отырған қызмет оңайлатылған тәртіп бойынша экологиялық бағалауға жатады. Жұмыстарды жүргізуге экологиялық рұқсаттар алу. Экологиялық бағалау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптары бойынша жүргізіледі. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі. Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің мазмұны табиғи және әлеуметтік ортаның жай-күйін және жобалық шешімдерді зерделеу. Әсерді бағалау, яғни ауа, су, топырақ, өсімдік жамылғысы, теңіз биотасы, теңіз түбі, биоалуандылық және тағы басқалар. Сонымен қатар, қоршаған ортаға кері әсерді барынша азайтатын табиғатты қорғау және өзге де іс-шараларды әзірлеу. Экологиялық өндірістік мониторинг бойынша ұсыныстар, сонымен қатар авариялық жағдайлардың тәуекелдерін анықтау және бағалау болып табылады. Кәсіпорын туралы жалпы ақпарат. Ерсай Каспиан контрактор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2003 жылы құрылған. Сонымен қатар мұнай, газ және мұнай химиясы жобалары үшін Қазақстандағы ірі мердігерлердің бірі болып табылады. Ерсай теңіз терминалы Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы Қарақия ауданының аумағында 40 милінен батысқа қарай 6 шақырым жерде орналасқан. Яғни аталған жерден Ақтау қаласына дейінгі қашықтық 70 шақырымды құрайды. Ерсай теңіз терминалының құрамына теңіз бөлігі және жерүсті жағалау бөлігі кіреді. Санитарлық қорғаныс аймағы 500 метр. Ерсай Каспиан контрактор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қолданыстағы жол беруден шектеулі нормативтер, қалдықтарды басқару жобасы, жол беруге шектеулі төгінділер, сонымен қатар табиғатты қорғау жөніндегі жоспарлар және тағы басқалары бар. Ерсай теңіз терминалының кіру каналы мен акваториясының орналасу ауданы Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің қорық аймағына кірмейді. Қазіргі ахуал. Континенталды климаттың басым болуы теңіздің қоңыржай әсерінен туындайды. Түбін тереңдету жұмыстары жүргізілетін участке шегінде әкті қабаттары бар неогенді әкті саздар басым. Теңіз биотасы барынша әр алуан, планктондар мен ихтиофаунаға өте бай. Каспий теңізінің бойымен құстардың көші-қон жолдары бар, яғни құстар миграция жасайды. Гидроүйінділерге арналған алаңдар жалғыз петрофитті әртүрлі шөптерден тұратын, негізінен теңіз жағалауындағы сортаңдарда, құмдарда және қошқыл қоңыр топырақтарда сирек кездесетін жағалаулық бұта, жартылай бұта қауымдастықтарынан тұрады. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарлар гидроүйінділерге арналған алаңдарда кездеспеді. Яғни бұл оның барлығы арнайы зерттеу жүргізіліп бар нақтыланып отыр. Түбін тереңдету жұмыстары фрезерлік жер снарядымен жүргізіледі. Су мен топырақ қоспасын су түбін тереңдету снарядының сорғыларымен түсіру құбырларының желісі бойынша қойыртпақ гидроүйінділерді сақтауға арналған алаңдарға айдалады. Атмосфералық ауаны қорғау, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, түбін тереңдету жұмыстары кезінде стационарлық көздерден түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу кезінде ластаушы заттардың шығарындыларының мөлшері 664 тонна кезеңді құрайды. Яғни 25 атаудан тұратын бір қауіптілігі бірде 4 сыныпқа жататын заттар бар. Арнайы техниканың жұмыс кезіндегі ластаушы заттардың жалпы шығарындысы, яғни жылжымалы көздер 1553 тонна кезеңді құрайды. Әсер ету бағытының жалпы ауданы 3-7 километрден аспайды. Кәсіпорынның санитарлық қорғаныс аймағынан ары қарай аспайды. Анықталған әсерлер, яғни жерде орташа мәнде табиғатты қорғау іс-шаралары әзірленіп, мониторинг қарастырылған. Су ресурстарын қорғау, суды тұтыну, техникалық ауыз су және шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін ауыз су сапасындағы су, техникалық су және теңіз суы пайдаланылатын болады. Бұдан басқа, түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу кезінде Каспий теңізінен топырақпен бірге 5.571 метр куб су алынады. Бірақ ол кейіннен өздігінен суға ағып кетеді. Су бұру. Барлық ластанған сатынды сулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тазарту құрылымдарына жиналады және тазартылады. Әсері орташа мәнде.
табиғатты қорғау іс-шаралары әзірленіп, мониторинг қарастырылған. Топырақ өсімдік жамылғысын қорғау. Гидроүңгілердің ауданы шамамен 40 гектарды құрайды. Іргелес аумақтың өнімділігі төмен. Жерлер ауыл шаруашылығының айналымында пайдаланылмайды. Жер бөлу жөніндегі актілер Ерсай жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен пайдалануға берілді. Қызыл кітапқа енген өсімдіктер кездеспейді, әсері орташа мәнде. Ерсай теңіз терминалын одан әрі кеңейту үшін осы аумақты пайдалану болжанып отыр. Табиғатты қорғау іс-шаралары әзірленіп, мониторинг қарастырылған. Жануарлар дүниесін қорғау, яғни бірінші әсер ету факторлары, аумақты гидроүйінділерге дайындау бойынша техниканы жұмыс кезінде ұсақ жануарлардың опат болуы, қоректік базаның азаюы және іргелес аумақтарға жануарлардың бөлініп кетуі. Әсерлердің физикалық факторлары, яғни шу мен жарық, нысандардың болуы және тағы басқалар. Анықталған әсерлер орташа мәнде, табиғатты қорғау шаралары әзірленіп, мониторинг қарастырылған. Теңіз биотасын қорғау. Су түбін тереңдету жұмыстары кезінде, яғни балықтарды қоса алғанда, теңіз биотасына негізгі әсерлер мыналар болып табылады. Яғни біріншісі су түбі мен түп шөгінділерінің бұзылуы, судың лайлануының артуы, су алу, физикалық факторлары, яғни шу мен жарық. Әсері орташа мәнде, табиғатты қорғау іс-шаралары әзірленіп, мониторинг қарастырылған. Залалды өтеу қарастырылған. Қалдықтардың түзілуі және оларды басқару, яғни өздеріңіз көріп отқан кестеден қалдықтардың түрлері мен олардың түзілу көлемі берілген. Яғни бірінші реттік саны, одан кейін қалдықтардың атауы, қалдықтардың жіктеуішіне сәйкес қалдықтар коды, сонымен қатар қалдықтардың мөлшері, яғни жылына 2025, 2026, 2027 жыл 3 жылға бөлініп көрсетілген. Оның ішінде қауіпті қалдықтар, пайдаланылған аккумуляторлар, пайдаланылған моторлы және трансмиссиялық майлар, пайдаланылған сүзгілер, майланған шүберектер, медициналық қалдықтар, химиялық реагенттерге арналған полиэтилен ыдыстар мен пластик қалдықтары. Қауіпті емес қалдықтар, қара металл сынықтары, құрылыс қалдықтары, пайдаланылған автокөліктердің дөңгелектері, дәнекерлеу электродтарының тұтандырғыштары, ағаш қалдықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар, тағам қалдықтары, арнайы киімдердің қалдықтары. Яғни әлеуметтік экономикалық жағдай. Бұнда жұмыстар Қазақстан Республикасының теңіз инфрақұрылымын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарына, яғни Қазақстан Республикасы үкіметінің 2024 жылғы 29 сәуірдегі 343 қаулысына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларына және тағы басқаларға сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жерде айта кететініміз оң әсерлер, яғни аймақтың дамуы, яғни осы құрық ауылына біраз үлес қосылады. Жұмыс күшін тарту, яғни айтып кеткен 81-ден 103 адамға дейін бюджеттің толуы, жергілікті бюджеттің, сонымен қатар жергілікті материалдар, қызметтерді және тағы басқаны пайдалану. Табиғатты қорғаудың іс-шаралары. Заманауи техника мен жабдықтарды пайдалану жұмыс барысында, арнайы техника мен көлік қозғалысын жүйелеу, жұмыстары арнайы бөлінген жұмыс учаскесінің шекараларында жүргізілу, уақытылы профилактикалық жұмыстар жүргізу, жабдықтар мен техниканы тексеру уақытында, осы мақсат үшін арнайы жабдықтаған алаңдарда машиналарға, механизмдерге және автокөліктерге жанармай құюды жүзеге асыру, шаңды басу жөніндегі іс-шараларды жүргізу, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде мониторинг бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, авариялық жағдайларды болдырмау және оларды жою жөніндегі жоспарды әзірлеу. Барлық жұмыстарды Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес жүргізу және тағы басқалар. Мониторинг және бақылау. Түбін тереңдету жұмыстарының әсерін бақылау үшін Ерсай Каспиан контракторы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қолданыстағы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде мониторинг жүргізу. Мониторинг, яғни табиғи ортаның компоненттеріне, атмосфералық ауаның, судың, топырақтың сапасына, биологиялық әралуандылыққа әсер ету мониторингі.
Сарқынды сулар мен қалдықтар, яғни операциялық мониторинг және тағы басқалар үшін жүзеге асырылады. Жауапты тапсырыс беруші мен мердігер болып табылады. Қорытынды: Ерсай теңіз терминалының аумағында түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу технологиялық себептер бойынша, яғни кеме қатынасын қамтамасыз ету қажет. Қысқа мерзімде антропогенді бұзылған аумақта акваторияда жүргізілетін болады. Қоршаған ортаның әртүрлі компоненттеріне әсер етудің маңыздылығы төмен, мәннен орташа мәнге дейін шекте болады. Жобада сарқынды сулар мен қалдықтарды қауіпсіз басқару көзделген. Компания қоршаған ортаның компоненттеріне экологиялық мониторинг жүргізеді. Жобаны іске асыру кезінде компания барлық табиғатты қорғау шараларын қатаң сақтау және балық ресурстарына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де залалды бойынша өтемақы іс-шараларын жүзеге асыру бойынша жауапкершілікті өзіне алады. Халықтың денсаулығына және жақын жердегі елді мекендердің қоршаған ортасының сапасына теріс әсер етпейді. Аудан экономикасына және оның әлеуметтік экономикалық аспекттеріне оң әсер күтілуде. Барлық табиғатты қорғау іс-шараларын орындау кезінде жұмыстарды жүргізу орынды және экологиялық тұрғыдан рұқсат етіледі. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Асқар мырзаға сұрақтарыңыз бар ма? Айтылғандар бойынша Ерсай мекемесі өкілдерінің сұрақтарын білесеңіздер. Негізгі бұл жұмыстарға мен жұмыс жасаймыз. Сол үшін арнайы жұмыстар қондырғыны сатып алуымыз, бәкәтпен тапсырып, қондырғыны қалпына келтіріп, оны пайдаланып, айтқанда жаңағы басқа мердігерді істемей, айтқандай өзіміздің күшімізбен жасауға тырысып отырмыз. Біріншіден ақшамыз мүмкін, екіншіден білесіздер мына каспий деңгейі шығынға түсіп барады. Соған байланысты өзімізде сондай жаңағы жұмыстар деген қондырғы болса, болашақта тағы да сондай жұмыстар қажетті болса, өзіміз сақтап алатын мүмкіндігіміз болады. Сол себептен осындай жаңағы шешім қабылдады біздің басшыларымыз, өзіміз жұмыстарымыз. Тағы да басқа, мысалы басқа жаңағы компаниялардан басқа теңіз қорықшаған сондай тапсырыс келіп жатса, осы қондырғыны пайдаланып басқа жерлерде осы жұмыс атқаруға болады. Теңіз түбін тереңдету жұмыстары. Сол себептен осындай шешім қабылдап отырмыз, өзіміз Ерсай тарапынан осы жұмыстарды атқарамыз дейді. Жұмысшыларды мысалы жаңағы земснаряд деген қондырғыны айта кететін болсақ, оған арнайы оқыған адамдар келеді. Мысалы жаңағы сол кішігірім болса да кеме ғой. Кемені жүргізетін сертификат береді, дипломы болу керек. Бірақ басқа жұмыстарға мысалы жұмысшыларды жергілікті халықтан алуға тырысамыз. Ол бізге де тиімдірек. Басқа жақтан әкелетін болса, ол жаңағы жадатын орын қамтамасыз ету керек, тамақтандыру керек, жаңағы көлік жаңағы шығындарын өтеу керек. Сол себептен біздер осы жергілікті халыққа жұмыс беруге тырысамыз. Мансап орталығынан да жалпы тікелей де резюмені жіберуімізге болады. Бізде жаңағы агенттар жүргіземіз бар, сондай бөлім бар, соған жіберсеңіз болады. Мансап арқылы да жіберсеңіз болады, немесе акиматқа да әкеліп тастаңыз болады. Жұмыс жүргізген адамдар болса.
Енді бірінші түрде сол тәжірибесі бар адамдарды алуға тырысамыз. Ол бізге де жақсы. Неге десеңіз, оларды үйретуге ешқандай қажет жоқ. Егер тәжірибесі болса, онда қуана аламыз. Осындай жаңа жұмысшылар. Жақсы, жаңа мына презентацияда көрсетіп кеткендей, ол Ерсай портының акваториясын қазады. Сосын мына подводный канал дейміз ғой, мына кемелер кіретін канал, соның бойын қазады. Неге десеңіз, енді көріп отырсыз ғой, жылдан жылға теңіздің деңгейі түсіп бара жатыр. Мына жаңағы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің жоспары бойынша 2050-ге дейін осы тренд сақталады. Сондықтан қазіргі жұмысты жаңағы осы жобаны атқарғанмен болашақта тағы да мүмкін осындай жұмыстар жүргізу керек болады. Сондықтан осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Осы жоба бойынша тек акваториямен мына подводный каналды төмендетеміз. Бірақ болашақта мүмкін көбірек жұмыстар жүргізу керек болады. Ол бірақ мына жобада қарастырылмаған. Тек акватория, сосын подводный канал. Басқа сұрақ сөз. Кешірім өтінемін, тағы бір хабарлама айтып жіберейін. Біз осы жобаны дайындаған кезімізде осы бір ай көлемінде осы экопорталға жобаны орналастырған болатынбыз. Өйткені жобаны қарап, бір сұрақ қойып, ұсыныстар айтып, сол осы кешеге дейін күттік, ешқандай ескертпе бойынша жұмыстар істелген басқа сөз, білер сұрақтар болмаса, рахмет. Қоғамдық тыңдауға қатысқандығы үшін қоғамдық тыңдау жабық. Что все вопросы, которые вы хотите задать, задайте письменно. Тут больше никого. Все, ничего. Только наши.
Спасибо, что пришли. Ну, мы вам дали сегодня разговаривать, я участвую после на ожидании. Я сейчас